Ағай, өзіңіз жайлы қысқаша ақпарат айтып өтсеңіз. Негізі мен Түркістан облысы Бекзат Саттарханов атындағы Дарынды балалар мектеп-интернат колледжінде еркін күрестен бапкер болып жұмыс істеймін. Спорт саласында жұмыс істеп, қатар осы YouTube арнамның барлығы мен таңдалған нишам жалпы спорт бағыты болғандықтан менің барлық видеоларым YouTube арнасына жүктелетін, табиғи өзімізге денсаулыққа, салауатты өмір ұстануға шақыратын контенттер. Былайша айтқанда, сіз өзіңіздің жұмысыңызды жасап отырып, сол шеттегі видеоларды салып отырып, осындай табысқа жетіп отырсыз. Иә, тек қана сол күнделікті жасайтын жұмысымызды көрсетеміз сіздерге, соны ұнағанын таңдайды, көрмені өзі аудиториясы жиналатын нишам өзіме лайықты ұнайтыны. Демек, кез келген жаңағыдай дәрігер болсын, мұғалім болсын, өзінің саласын айтып отырып табыстауға болады. Сіздердің қазіргі, мысалы, көлік жөндейтін өзінің жұмысын, қазіргі бізде темір-терсекпен жұмыс істейтін жігіттер болсын, медигіміз өзінің жұмысын игерген салып отырса, неге өзінің өнерін көрсетпеске? Болды, рахмет ағай.